Хош, сонымен 3 жыл қорытынды жасайтын мезгіл. Рухани жаңғырудың 6 бағыты бойынша 13 жоба қазір іске асырылып жатыр. Бүгінге нәтижесі мынадай. Елбасы студенттерге заманауи білім беру қажет деді. Осы тапсырманы орындау үшін қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы қолға алынды. Ұлттық аударма бюросы құрылды. 47 оқулық аударылды. Әр оқулық 10 мың данамен басылып, еліміздегі 132 жоғары оқу орнына таратылды. Олардың арасында Стивен Ковидің «Жасампаз жандардың 7 дағдысы», Ювал Хараридің «Сапиенс адамзаттың қысқаша тарихы», 21 ғасырға 21 сабақ секілді туындылар бар. Екінші бағыт туған жер. Бағдарлама аясында 12 мыңнан аса іс-шара өткізілді. Осы мақсатқа 60 миллиард теңгеге жуық қаражат тартылды. 14 миллиард теңге мемлекеттік бюджеттен жұмсалса, қалған 48 миллиард теңге демеушілер мен меценаттар қаражаты есебінен тартылған. 889 нысан жаңадан салынды. 631 нысан күрделі жөндеуден өтті. Қаржыландырудың ең көп көлемі Маңғыстау, Алматы, Атырау, Қызылорда және Ақмола облыстарының үлесінде. Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы аясында ұлттық музей жанынан республикалық қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығы құрылды. Нәтижесінде Қазақстанның жалпы ұлттық маңызы бар киелі жерлерінің тізімі 206-ға, ал жергілікті маңызы бар киелі жерлердің саны 575-ке жетті. 23 тарихи және мәдени ескерткішке ғылыми реставрациялау жұмыстары жүргізілді. Олардың қатарында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Отырар мен Сығанақ қалашықтары, Сырымбеттегі Уәлихановтар үйі бар. Қазіргі заманғы қазақ әдебиетін біріккен ұлттар ұйымының 6 тіліне аудару. Поэзия және проза жанры бойынша 30 қазақстандық автордың 290 шығармасы ағылшын, француз, испан және орыс тілдеріне аударылды. Қазақ әдебиеті жауһарларының жинақтары ағылшын тілінде 100.052 данамен жарық көріп, әлемнің 94 еліне таратылды. Шетелдерде 100-ге жуық іс-шара ұйымдастырылды. Соның бірі біз биыл 1150 жылдық мерейтойын атап өтетін Әбу Насыр әл-Фарабидің Нью-Дели қаласында үй ашылады. Рухани жаңғыру аясында атқарылған ең танымал жоба Қазақстанның 100 жаңа есімі. Өткен жылы оған қатысу үшін 1678 өтінім қабылданыпты. 32 азамат жеңімпаз атанды. Осылайша бұл жоба өзгелерге үлгі болып жүрген азаматтарды паш етіп, рухани тарих бетіне шығарды.